Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтыны тағы бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргенің құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жаның қарманып, адал еңбекпен мал іздемек ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? 100 күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей, түспей, арып, шөмеңдеп, диваналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір-ай. Періште алтыныңды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтын дейден жан тәтті дейді. Атанасы малдан тәтті көретұғын, антұрғанның тәтті дерлік жаны не бар? Бұлардың бәрінен де қымбат атанасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Атана шамасы келсе михнаттанып мал жиса да, дүние жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атананы малға сатқан соң Құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпен айтылған сөздеріңе әрдайым бек сақ болу керек. Сақ болу керек.